Түймедейді түйеде етіп көрсетіп, әлеуметтік желі арқылы аттандап жатқан бейне көріністерге имандай иланып, қақтығыстың қақ ортасынан табылатындар да жоқ емес. Олар жалған ақпарат, ұлттық және діни алауыздыққа жол ашатынына бас қатыра қоймайды. Мұның соңы немен аяқталатыны бәрімізге белгілі. Аңырап ана қалады, жетім болып бала қалады. Сондықтан жалған ақпараттарға жаппай елігіп, ере бермей, оның мән мағынасына зер сала әбден ойланған дұрыс. Оның жауапкершілігі бар екенін әсте естен шығармаған жөн. Қазіргі уақытымызда, қоғамымызда білеміз, ақпарат деген нәрсе бұл адамдардың бір-бірімен байланысын жылдамдатқан дүние. Ертеде ақпарат қалай дамыды? Ертеде ақпарат жылдап, 10 жылдап, 100 жылдап бір ақпарат тарайтын болған. Келе-келе телевидение пайда болуы, радионың пайда болуы арқылы ақпараттың таралуы жылдамдады. Алайда қазіргі уақыттағы мынау интернет желісі, әлеуметтік желілердің қарқыны ол уақыттардан әлде қайда күшті. Қазір біз қолымыздағы смартфон телефондар арқылы, немесе бір телевизор ақпараттар арқылы адам баласы көптеген күнделікті ақпараттарға сусындайды. Бұл ақпараттардың ара жігін ажырата алмай қалған жағдайда ол бір қасіретке, бір қателікке ұрындыруы мүмкін екен. Жалған ақпараттар көбінесе адам баласы бір қауіп төнген жағдайда, бір қайғыға немесе бір үлкен апат төнген жағдайда тез тарайды екен. Мәселен, жер сілкінген жағдайда, бір жерде жер сілкініс болып жатқан жағдайда, немесе бір апат жағдай болып жатқан кезде жалған ақпараттардың шегі асып кетеді. Сол уақыттарда мына көптеген адамдар әлеуметтік желілерде өзінің парақшаларына дұрыс емес ақпараттарды қойып, адамдарға үркітіп, әртүрлі жаңа белең алып жатады екен жағдайлар. Сондықтан да біз кез келген жағдайда саналы түрде ойланып, рационалды түрде ойлана алатын ұлт болуымыз керек, адамзат болып қалыптасуымыз керек екенбіз. Қоғамның тұрақтылығына қайшы келетін ұлтараздық көзқарастар мен діни алауыздық туғызатын ақпараттар таратуға заңға сәйкес қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Сондықтан жалған ақпараттың жарға жығатынын ұмытпайық ағайын.